Баршаңызға сәлем. Бүгін мен асқабақ қосылған оладьи пісіремін. Ол үшін бірінші айранымызға жарты шай қасық содамызды салып араластырып қойып қоямыз 5 минутқа. Айран көтеріледі. Енді 2 жұмыртқамызға қантымызды, шамалы біраз қасық майымызды, сұйық май және жаңағы айранды құйып жақсылап араластырамын. Сосын мынау менде піскен асқабақ. Оны салып араластырамын жақсылап. Тағы да асқабақты мен алдын ала пісіріп алдым. Ұнымызды алып жақсылап араластырамыз. Қою масса шығады. Осыны қызып тұрған сковородкаға қуырамыз. Сковородкаға кішкене ғана май жағамыз. Біраз қасықтай май құйып, осылай екі бетін аударып қуырамыз. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Тоғжан.